Сіздерге обзор қысқа нұсқа MH Market бойынша осы платформасын обзор жасап кететін боламын. Мінекей қараңыздар, мына жерде көрініп тұр MH Market'тікі именно қазіргісі бірінші бетінде депозит деп тұр, мінекей көрдіңіздер. Сосын вывод средств, өздеріңіз история деп тұр. Бұл жерде барлығын көре аласыздар, яғни депозит ақша сала аласыздар. Вывод средств өзінше бір видеосы бар. Перевод деген жер ол кәдімгі шотыңыз аударатын ақша. И история сіздің транзакцияларыңыз историясы. Содан төмен қарай түссеңіздер, тура сол кнопкалар просто сіздерде счеттарыңызды көрініп тұрады. Мына жерде өздеріңізде счеттарыңыз көрініп тұратын болады толыққанды. Мынау жоғарыда Б дегенді басатын болсаңыздар, ол сіздің аты жөніңіз, яғни толыққанды управление профилем, яғни сіздің верификация еткендеріңіз. Адрес электронный почта, номер телефона и пароль деген сияқты соның барлығы жазылып тұрады. Келесі этапқа өтетін болсақ, главное басатын болсақ, мінекей қараңыздар, сіздерде бірінші кнопка мінекей торговля деп тұр. Торговляда сіздер көре аласыздар, мой профиль деп көре аласыздар. Мой профилді демо счетты ашсаңыздар болады, әлде мысалға реальный счетты өздеріңізде счеттарыңыз көрініп тұрады. Екінші ордерлер дегенде сіздің кәдімгі қанша лотпен торговля істеп жатырсыз, ордерлеріңіз қандай болып тұр, отложенный ордері, открытый позиция барлығы көрініп тұратын болады сізге. Қандай плечомен қалай істеп жатырсыз, соның барлығы көрініп тұратын болады. Келесі средства дегенде ақшаны шығару, соның барлығы көрінеді. Социальный трейдинг деген енді ол өте ұзақ әңгіме, ол жерде копи трейдинг жайында оны бөлек түсіретін боламыз сіздерге. Акция дейді, қазіргі уақыттағы акцияларды қалай қолдану керек. Мысалға қазіргі кездегі 10% бонус қалай алса болады, кэшбэк бонус қалай алса болады. Оның барлығын тоже отдельно видео түсіретін боламыз, сіздерге көріп кетесіздер. Новости, осы новостиге қарап өздеріңіз трейдке теханализ, мысалға экономический анализ толық көрсеңіздер болады. Экранды толық өздеріңіз оқып көрсеңіздер болады. Әр күні әртүрлі жаңалық шығып тұрады. Сол сияқты, төменде міне көріп тұрғандарыңыздай скачать деп тұр. Скачать деп тұрған жерде керекті платформалар MetaTrader 5, тағы басқасы көрініп тұр сіздерге. Сосын поддержка, екі түрлі поддержка болады. Біреуі Google мен тікелей почтамен кірсеңіздер болады. Екінші поддержка ол осы платформа ішіндегі поддержкасы деген сияқты. Сосын языкта мінекей русский язык, тағы басқа тілдерді қоса аласыздар бұйыртса. Сол тілдерді өздеріңіз ашып көре аласыздар. Қысқа нұсқа обзор, негізі MH Market осы платформасы